Қазір қағазбастылықтан арылған қызмет көрсету моделіне көшкен мемлекеттік аппарат қалыптасып келеді. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі өткен жылы атқарылған жұмыстарды қорытындылады. Президент мемлекеттік қызметке орналасуда артық кедергілерді жойып, жұмыстан кету тәртібін барынша жеңілдетуді тапсырған. Осы мақсатта заңға арнайы өзгерістер енгізілген. Мәселен, енді мемлекеттік грант пен оқу орындарын аяқтаған үздік түлектер аудан мен ауылда төменгі лауазымдарға конкурстық іріктеусіз тікелей тағайындалады. Бұл білікті жастарды мемлекеттік қызметке ынталандыруға, жас мамандардың аудан мен ауылдық аймақтарға оралуына, сонымен қатар өңірлердегі кадр тапшылығын азайтуға септігін тигізіп, мемлекеттік қызметке кіруді жеңілдетеді. Бұл заң қабылданды, осы биылғы бітіретін түлектеріміз осы қағида бойынша жұмысқа орналаса беретін болады. Дархан Жазықбаевтың айтуынша, бүгінде 250 резервист қызметке тұрған, оның 33-ші саяси және А корпусында. Президенттік жастар кадрлық резерві биылда іріктеледі. Енді денсаулық сақтау, энергетика, білім саласында резервистер санын арттыру жоспары бар. Әңгімелесу кезінде міндетті түрде салалық мемлекеттік органдар мен мамандар арнайы қатысады. Сонымен қатар мемлекеттік қызметке іріктеу толық цифрландырылмақ. Еліміз бойынша 5 мемлекеттік органда бұл 1 наурыздан бастап пилоттық сынақтан өтеді.